Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жазда ойла демекші, бүгін сіздермен сетсебелі дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, кез келген адам жасай алады. Міндетті түрде тура осы видеодағыдай жасаңыздар. Ең алдымен бізге 13 килограмм қызанақ қажет. Оны жақсылап жуып, тазалап, турап аламыз. Себебі біз оларды ет тартқыштан өткіземіз. Барлық қызанақты өткізіп болғаннан кейін үлкендеу ыдысқа құйып, астына от қойып қайнатамыз. Қызанақтар қайнап жатқан кезде біз 3,5 килограмм қызыл бұрышты алып, жақсылап жуып, оны тазалап, турап, оны да ет тартқыштан өткіземіз. Дайын болған бұрышымызды қайнап тұрған қызанаққа араластырып, тағы да 40 минуттай қайнатамыз. Енді қайнап тұрған массамызға дәміне қарай тұз қосамыз, 250 грамм сарымсақ қосамыз, 70 грамм ащы бұрыш қосамыз. Оларды да ет тартқыштан өткізіп жібересіздер. Егер сіздер ащыны ұнататын болсаңыздар, 100-150 грамм ащы қоссаңыздар да болады. Және 250 мл сұйық май қосамыз. Бәрін араластырып, тағы да 20 минут қайнатып, залалсыздандырылған банкілерге құйып жабамыз. Міне біздің сетсебелі дайын болды. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.